Уақыт – адам өміріндегі ең басты құндылық. Өмірде әркімнің өлшеулі уақыты бар. Оны қалай қажетке жұмсау әркімнің өз құзырында. Уақытты есепте. Қандай жерде өз уақытыңды зая кетірмеу қажеттігін түсін. Келесі жолы бұл қадамды қайталамауға тырыс. Адамзат баласының қол жеткізген ұлы игіліктерінің бірі білім қазынасы. Ол ұрпақтан ұрпаққа ауызша, жазбаша түрде немесе әдебиет арқылы да жеткен. Кітап адам баласының сан ғасырлық ақыл-ойының жемісі. Тарихы мен тағылымның алтын сандығы. Кітап дегеніміз алдыңғы ұрпақтан артқы ұрпаққа қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тыйылсақ, ойлаудан да тыйылар едік деген еді Ғабит Мүсірепов. Кітап таңдап талғап оқи білу, оны түсіну мен түйсіну алған әсерді өмір қажетіне жарата білу әрбір адамның білігі мен білімін, пайымы мен парасатын айқындайтын алғы шарттардың бірі. Кітап маған тақтан да қымбат деп көрсеткен Шекспир. Бұл сөзден түйер ойымыз адамзатқа жан азығы, рухани байлығы бола білген кітап. Сол себепті оның орны тақтан да жоғары. Кітап сенің асып аспайтын асыл досың. Себебі кітаппен дос болған адамның ой-өрісі кең, сөз мәдениеті жоғары, санаулы, жан-жақты болып тәрбиеленері сөзсіз. Менің бос уақытым кітап оқумен өтеді. Маған әлем әдебиетінің озық үлгілерінің бірі Даниэл Дефоның шығармалары ұнайды. Даниэл Дефо ағылшын жазушысы, журналист. Оның өмірі түрлі қиындықтарға толы болды. Ол бірнеше рет банкротқа ұшырап, қарыздары үшін түрмеге қамалды. Алайда оның жазушылықтарını танымал етіп, әдебиет тарихында маңызды орын алуға ықпал етті. Робинзон Крузо Дефоның ең атақты романы. Бұл кітап теңізші Робинзон Крузоның 28 жыл бойы аралда жалғыз өмір сүргені оқиғасын баяндайды. Роман адамзаттың табиғатпен күресі, төзімділік пен еңбексүйгіштік тақырыптарын қамтиды. Робинзон Крузо теңізге саяхат жасауда армандайтын ағылшын жігіті. Ол ата-анасының кеңесіне қарамастан теңізге аттанады. Алайда бір күні дауыл кезінде кемесі суға батып, Робинзон жалғыз өзі белгісіз аралға тап болады. Аралда аман қалу үшін ол түрлі қиындықтарды жеңіп, өзін-өзі қамтамасыз етуді үйренеді. Алғашында қорқынышты өмір сүрсе де, кейіннен аралдағы тіршілікті реттеп, баспана салып, аңшылықпен айналысады, егін егеді. Кейінірек Робинзон аралда Жұма есімді жабайы жігітті құтқарып, оған өркениетті өмір сүруді үйретеді. Ақырында 28 жыл арада өмір сүріп, еліне оралады. Кітаптың маған әсері: біріншіден, төзімділік пен жігер. Робинзон Крузо жалғыздыққа, қорқынышқа мойынсұнбай, барлық қиындықтарды жеңе білді. Ол табиғаттың қатал жағдайына бейімделіп, өмір сүру үшін күресті. Ол менің де кез келген қиындыққа сабырмен қарап, берілмеуіме үлкен мотивация берді. Екіншіден, еңбекқорлық пен шыдамдылық. Робинзон аралда өзіне қажетті бәрін өзі қолмен жасады. Баспана тұрғызды, азық-түлік жинады, егін екті, аңшылықпен айналысты. Оның еңбекқорлығы маған ешбір жетістікке оңай жетуге болмайтынын, алға қойған мақсатқа тек тынымсыз еңбек арқылы ғана жетуге болатынын түсіндірді. Үшіншіден, табиғатқа құрметпен бейімделу. Роман маған маңызын тереңірек түсіндіруге көмектесті. Робинзон өзіне қажетті нәрсенің барлығын табиғаттан алып, оны ақылмен пайдаланды. Бұл мені де табиғатты аялауға және оны дұрыс пайдалануға үйретті. Төртіншіден, жаңа білім алудың маңызы. Робинзон аралда өздігінен өмір сүру үшін көптеген нәрсені үйренді. Ол ешқашан тоқтап қалмай, жаңа дағдыларда меңгеріп отырды. Бұл маған үздіксіз білім алу, әрқашан өзін дамыту керектігін ұғындырды. Бесіншіден, жалғыздықты жеңе білу. Робинзон ұзақ уақыт бойы жалғыз өмір сүрді, бірақ ол жалғыздықтан күйзеліске түспей, өзін-өзі дамытты. Бұл маған да жалғыздықтың өзіңді тануға, жаңа нәрселерді үйренуге мүмкіндік екенін түсінуге көмектесті. Қорытындылай келе, Робинзон Крузо жай ғана роман емес, ол өмір сүрудің мәнін, қиындықтардан қорықпай өз жолыңды табуды үйрететін шығарма. Бұл кітап маған өмірде кездесетін кез келген қиындықтарды жеңуге болатын ең бастысы еңбек, шыдамдылық және сенім екенін ұғындырды. Сондықтан бұл кітап менің өмірімді өзгертті деп сенімді түрде айта аламын.